Ассалаумағалейкум қазақ елі, мен күндізгі ойларымды айтқым келеді. Мынау соңғы 3 жылда Қазақстан әскерінде 275 қазақ сарбазы қайтыс болды. Өлтірді. 3 жылда 275 жас 18 жасар баланы атып өлтірді, зорлап өлтіргендер көп. Мен сонда ойлаймын, 3 жылда соның өлген әке, інілері, ағалары, жалпы әулет, сол әулеттен шыққан біреу де өшін алмады баласын. Сонда сендер балаларыңды бала кезінен өсіріп, мәпелеп, 1-ші сыныпқа 18 жасқа дейін не үшін өсірдіңдер? Әскерге барып, сонда бір мас офицер зорлап, қылқындырып, өлтіріп, сол үшін. Сонда қазақтар өз балаларын құрбандыққа, осы жүйеге құрбандыққа шалуға жіберіп жатыр ма? Намыс мәселесі қайда? Сонда қазақтарда намыс жоқ па? Ешкім өшін алмайды. Білмеймін, мысалы Түркияда, басқа бір мемлекетте баласын солай өлтірсінші, барып, анау офицерді барып мылтықпен атып тастайды, болды, түрмеге сотталса сотталады. Қазақтар не система, ешкімді, ең қызығы, анау соңғы кезде анау бір офицер қазақ жігітті зорлаған, соны условный срок алды. Зорлады 3 офицер. Баланы өлтірді, бостандықта жүрді. Сот жүйесі жемқор, пара беріп шықты. 275 отбасы. Сонда қазақтың шыдамы шексіз бе? Сонда әкесінде намыс жоқ, әулетінде намыс жоқ па? Баланы не үшін өсіреді? Айтыңдаршы. Енді сол ата-аналарға көмектесейін деп, бір-екеуіне хабарласып, жақсы бастайық деп едік. О, керек емес деп айтты қорғаныс министрден комиссия. Сонда анау сол жүйе баласын зорлап, атып өлтірген жүйеден үміт күтіп отырды. Енді әділет күтіп отыр. Қалай? Сен баланды өлтірген адам өз системада өз офицерлерін сата ма? Жоқ. Өйткені мойындаса масқара болады. Сондықтан мен бір қазақтың шыдамы шексіз. Біз көмектесуге дайынбыз. Хабарласыңдар десек қорқады. Енді адам өз-өзіне көмектеспесе, қазақта сөз бар, жағаласқанның жаны қалады. Қазақ жағаласпайды. Өлуге дайын. Бұл біздің ұлтқа не болды, айтыңыздаршы.